егер былай жазатын болсақ, аның мәні неге тең болады? Аның мәнінің типі не болады? Оны білетін не дейді? Оның мәні болуы мүмкін, мәтін түрінде болуы мүмкін, сосын сан ретінде болуы мүмкін. Так, кезек сөйлейік. Аның мәндері де сан ретінде болуы мүмкін, мәтін ретінде болуы мүмкін. Сан Сан және ретінде мәтін ретінде input. болуы мүмкін дейсің ба? Жоқ, типтері бар ғой деректердің. Тип болатын болса int болады, тип ол Иә, сан ретінде болады уже. иә. Int Қараймыз, int просто input деп жазған кезде str мән, то есть деректердің типтерін білесіңдер ғой? Int бар, char, varchar. иә. Char, Жоқ, char, varchar ол неде шатастырма. SQL-де айтып жатсың ғой. Int, float бар. str, float бар және bool бар. Иә? Так, int бұл бізде не болады? Integer. Иә, integer, яғни барлық сандар, то есть кез келген сан. Бүтін. Так, int-тағы осы сандар мен str-дағы сандардың айырмашылығы неде? Мысалға, Қалдықпен тоже ба? 120. Бүтін бөлшектен алатын бет. Қалай? Бүтін бөлшектен алатын бет, қалай осындай бет. Жоқ, қараймыз, str, давайте. str деген строка сияқты болып келеді. Иә, строка. Сан болады. Дұрыс. Қараң, str, то есть мына санмен, давайте принтер алайықшы пока. Қараң, мына екеуінің разницасы бар, мысалы, 12 и плюс просто 12. Мысалы, екеуі де 12 болғанмен, қараң, мынау кавычканың ішінде тұр, яғни бұл бізде str мән. str дегеніміз string. То есть бұл бізде 12 дейтін сан емес, 12 деген символ. То есть оның былай айтқанда просто муляж. Сан сияқты көрінеді, бірақ былай айтқанда душасы оның сан емес. Ешқандай сандық қасиетке ие бола алмайды. То есть екі str, бір str, мынау int. Просто ешқандай кавычкасы жазылатын болса, бұл бізде int болады. Яғни бұл екеуін біз не істей алмаймыз, қоса алмаймыз. Былай айтқанда, мысалы, кім аға бірді қос десе, не дейсің? Аға бірді қоса алмайсың, дұрыс па? А бір болу үшін ол сенде А тоже кавычкада болу керек. Бір тоже кавычкада болады. Міне, мына екеуі бір нені білдіреді. То есть str былай да жазылады, немесе просто кавычкамен жазсаңдар да болады. Түсінікті ғой? Міне, бір А енді қосылады. Неге? Себебі мынау бір бізде просто муляж. Енді реально сандарды қосқан кезде бұл бізде int. Муляж бен муляж қосылады. Иә, муляж бен муляж қосылады. Және муляжды қараң. Қараңызшы, аға 5-ті қоса алмаймыз, бірақ аға аны 5 рет көбейте аламыз. Дұрыс па? Аны 5 рет көбейтеміз. То есть Всегда кавычками жазылады ма? Ау? str всегда кавычками жазылады. Иә, str всегда кавычками жазылады. Түсінікті ғой? Иә. Шатастырмаймыз. Егер там есептерде ертең Python ең көп балл беретін тақырып қой. Сол жерлерден енді оңай сұрақтардан қате кетіп қалмаңдар. Мысалы, мынаумен мынаның айырмашылығы бар. Мынау бізде int болады, мынау бізде str. То есть бұл просто муляж кавычканың ішінде тұрған. Так, енді floatты кім біледі? Ол ана бүтін емес, 0 бүтін деген. Иә, 0 бүтін нақты сандар да, былай айтқанда. Иә, нақты сандар. Точный сандар деп айтылады. Осы нақты сан дейтін, нақты мен бүтін санды көбісі шатастырған негізі менің оқушыларымнан, көргендерімнен да. Нақты сан дейтін, нақтының орысшасын білсеңдер, оңай. Нақты дейтін ол точный дейтін сөз ғой. Яғни ол просто 5 емес, точный көрсетті, 5,4. Немесе там 6,9. Осыны біз float сандар деп аламыз. Қараң, 6,0. Мынау int па, float па? Былай қарасаң, ровно 6 ғой, это. Бірақ точно жазып тұр ғой. Бірақ точно жазылып тұр, дұрыс. Бұл float, то есть точкасы болса float. Шатастырып сұраса, шатастып қалмаңдар. Бұның өзі де float болып саналады. Түсінікті ма? Және одан кейінгісі бізде bool дейтін бар. Ау? Түсінікті. Бірден жеп отырсың ба? Қараң,
бұл бізде true false. Логикалық тип. Бұл логикалық тип. Қандай так. Мысалы, true мен false'ты шығару үшін не жазуға болады? Допустим, деп оңы 5 кіші 8-ден. Не болады? True. 5 кіші 8-ден. True. Бұның мәні міне бұл. Или наоборот, 5 үлкен 8-ден. Бұл бізде не болады? False. False болады. Түсінікті ғой міне. True, false деген осындай. Қатық қалды ма сіздің затыңыз? Ау? Қатық қалды ма әлде қалай? Менде қатып тұрмай шыққан. Экран шығып тұрған жоқ. То есть жазылып жатқан жоқ ештеңе. Так. Шығып тұр ғой вроде. Нормально көрініп тұр. Енді Жоқ, шықты. шығып тұр, бірақ мен демонстрацияны только неге қойыппын қазір. Қайта демонстрация жасаймын, түгел экранға. Басқа приложениеден көрсетіп отыр едім ғой. Так, енді көрініп тұр ма, қараңызшы. Idle. Так, idle көрініп тұр ма? Так, бізде, если что, 9 минут қалыпты қазір. 1 минут қалған кезде ескертіп қоямын, чтобы непонятка болып қалмас үшін. Қараймыз не, 5 кіші 8-ден. Не болады? Ау? Көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұрған жоқ. Сіз жазған Қатып отыр деймін. Все, қазір көрінеді. Көрініп тұр ма? жоқ. Мышка қозғалып отыр, иә. Бірден жазыңыз. Все, көрініп тұр ғой енді, да? Все. Так. Мына жерде жасайтын бетіне 5 кіші 9. Ау? Енді көрініп тұр ғой. Все. Так. Мына жерге емес, негізі басқа жерде болып береді. Так. True false'ты көбінесе неде қолданамыз? While дейтін циклды білесіңдер ме? Иә. While. То есть бұл жерге true дейтін мәнді қойсақ, не болады? Мысалға, print там 1, 2, 3. Экранға не шығады? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Қараң. Мына жерде. Ау? True болса 1, 2, 3 шығады. True болса 1, 2, 3 шығады. Мына жерде негізі шарт жазылу керек еді ғой, дұрыс па? 4. Бір нәрсе болса деп. 5. Үлкен нөл дейді. Қараң, мына жерде неге мынандай істеп жатыр? То есть бұл нені білдіреді? Бесконечный цикл. Бесконечно шығады. Неге? Себебі while дейтін сөздің өзі жалпы переводтасаңдар пока дейтін сөз. Пока деген, типа, давай деген емес, пока. Пока что. Пока что 5-8-ден кіші экранға не шығарады? 1, 2, 3 шығарады. Енді айтыңызшы, қай кезде 5-8-ден үлкен болып кетеді? Андай цикл ойғат, мысалы, цикл ойғат, әр зат цикл сайын бірді қосып тұрайық. Жоқ. Ондай дым қосып алып, дым әрекет жасамаймыз. Просто 5 пен 8 тұр, и пока 5-8-ден кіші экранға мынаны шығарамыз. Қай кезде циклымыз тоқтайды? Егер мысалы 5-8-ден үлкен болатын болса, сондай қылып, егер 5-8-ден үлкен болса, бір-екіні қойып соғады. Енді бұл жерде ешқандай амал жоқ қой, 5-ке 1-ді қосамыз дейтін. Просто 5 бар и 8 бар. Қай кезде 5-8-ден үлкен болады? Просто тұрса екеу. Ешқашан. Сондықтан мына амалымыз всегда не болады? Всегда true болады. Сондықтан бізде бесконечный цикл шығып жатыр. Тоқтатымсақ, қатық болар компьютер. Так, түсінікті ғой. Енді осының орнына біз просто true деп жазып қойсақ болады. Түсінікті ма? То есть мына екеуінің айырмашылығы жоқ бұл шартта. 5 кіші 8-ден немесе true деген екеуінің айырмашылығы болмайды. Так, whileға әлі тоқталамыз.
просто осы while'да қолданылады деп көрсетіп жатқанмын. Так, деректер типін қайталап алдық та, int бізде бүтін сандар, яғни 4, 5, 32 деген сияқты. Ал нақты сандар ол бізде 7,8, 4,9. Одан кейін не бар? str. str бізде не болады? Барлық кавычкада жазылған кез келген символ. Оның ішінде мынандай белгілер де болуы мүмкін, немесе сан да болуы мүмкін. Түсінікті ғой? Ал неміз бізде бұл true немесе false. Так, true'ды всегда бас әріппен жазу керек, кстати. И false'ды тоже. А то ол false, true деп оқымай қалады. Түсінікті ма? Так, енді кеттік айнымалыларға көшейік. Айнымалылар туралы не білесіңдер? Айнымалы дегеніміз қараң. Былай айтқанда бір коробка сияқты ғой. Ау? Ну, есепке или бір нәрсеге енгізілетін. Иә, есепке функцияға берілген амал сияқты ма? амал емес, айнымалы деген просто зат қой. Мән ғой, мән. Иә, Мән. мән берілетін функция Мәнді мысалы. қабылдайтын, Иә. былай айтқанда компьютердің миындағы бір орын ашылған. То есть біз а тең деп жазған кезде компьютер бұл кодты запускать еткен кезде не деп оқиды? Так, а дейтін айнымалы бар. То есть а как коробка сияқты. Коробканың ішіне любой зат сала аласың ғой. Дұрыс па? Ну, егер там үлкен коробка болатын болса. Бесконечно, да? Бұған кез келген затты енгізе аламыз. То есть а тең 32 десек, аның мәні 32-ге тең болады. Дәл сол сияқты мысалы б айнымалысы бар. Б айнымалысына нені бере аламыз? Тоже любой дерек мән бере аламыз. Енді қараң. Так. Солай жазатын болсам, экранға не шығады? Үйлеуші. Бірінші а. Жоқ, бірінші емес, наоборот, ең соңғы шығады. Неге? Себебі компьютер қараң. Кодты басынан бастап оқиды. Бірінші строка. Бірінші строкада, так, бірінші строканы оқиды да, а дейтін айнымалы бар екен, оның мәні не екен дейді? 32 деп сақтап алады. Одан кейін б-ны оқиды. Так, б-ның мәні там 123 ж екен. Одан кейін келеді да, так, а айнымалысы. Ол қайтадан а дейтін айнымалыны ашпайды. Ол жаңағы айнымалыға барады да, не істейді? Мәнін 53 деп өзгертеді. Түсінікті ма? И одан кейін принтті орындайды. То есть дәл осылай қалған кезде, енді аны шығарған кезде не болады бізде? Әрине 53 шығады. Сондықтан соңғы айнымалы соңғы мәнді шығарады. Сондықтан осындай проблеманы избегать ету үшін қандай ереже қойылды? Айнымалылардың аты қайталанбауы қажет. Яғни айнымалының атын не деп атаймыз? Идентификатор дейді. Идентификатор, то есть ID дейтін сөзден шыққан. ID деген не ол? ID неге беріледі? Не үшін беріледі ID деген зат? Адрес. Иә. Типа адрестің рөлін атқарады осы. 53 дейтін мәннің адресі мынандай айнымалды. Мысалға, адамдардың ID бар ма Қазақстанда? Иә. Да? ID не ол? ID-лар нелер? Ин. Дұрыс. Ешқандай қайталанбау қажет. Егер екі адамның ID бірдей болып қалатын болса, онда осындай инмен адамдарды шақыру керек десе, екі адамды да шақыру керек болады. Ал компьютер ондай проблемамен кездескісі келмейді, сондықтан осындай ереже қойылды. Ешқандай айнымалының аты қайталанбау қажет. Так, енді екінші ереже бар. Айнымалылар бізде санмен бастала алмайды. Санмен бастауға болмайды. Немесе сан болуы болмайды. Так. Так, қарайық, не шығатын? Мына жерде не деп тұр бізге? Синтакс error. Синтакс деген бізде синтаксистік қате бар. Синтаксис деген не ол? Яғни жазылуында қате бар бір жерде. Неге мына жерде көрсетіп тұр? Себебі ол саннан басталып тұрған мән болғандықтан. Түсінікті ма? Саннан немесе неден басталынбайды тағы? Символдан басталынбайды. Символдан бастай алмаймыз. Түсінікті ғой? Ау? Тек әріптермен ба? Иә, тек әріптен басталу керек. Так, одан кейін былай жазсам, экранға не шығады, қалай ойлайсыңдар? Бізде 2а бар. 53. Экранға 53 шығады. Бұдан қандай ереже түйіндейміз?
Бас әріппен или кішкентай әріппен безірейді. Бас әріп, дұрыс. Бас әріп пен кіші әріптің айырмашылығы бар. То есть екеуі екі түрлі зат вообще. Түсінікті ғой? Мгм. Так, красавчик. Мгм. Так,